Өмір өзгеріп жатыр, қоғам өзгеріп жатыр. Оны өздеріңіз көріп жатсыздар. Біз мына желтоқсан айындағы жағдай мен бүгінгі қаңтардағы жағдайды қарасақ, біз басқа мемлекетте ұйықтап, одан басқа мемлекетте оянған сияқты болып тұрмыз. Бүгінгі күнде қоғамның сұранысы да өзгеріп отыр. Мынау теракт болғаннан кейін үлкен шабуыл мемлекетке, содан кейін қоғам дүр сілкініп отыр. Біз енді партия соған бейімделуіміз керек қой. Қоғам өз алдына өмір сүріп, партия өз алдына басқа әлемде өмір сүрмейді ғой. Сондықтан да осының бәрін партия мүшелері сараптап, біздің фракция депутаттары өңірлерге де барып келді. Ол жерде де біз осы қоғамдағы адамдардың көңіл күйін, осы сұранысын байқадық. Негізі партияның өзгеруіне, қоғамның, биліктің өзгеруіне, жаңаруына сұраныс бар. Соның бәрін есептеп, соның бәрін ойланып, осындай шешімді партия мүшелері қабылдады. Партия төрағасы оны қолдады. Аманат деген партияны тіркеуде ешбір қиындық болмайды деп мен ойлаймын.